Сәлем бердім құрметті көрермен қауымға. Амансыз ба? Қазағым, жерім, отаным деп шапқылап жүрген абзал жандар. Сәлем бердім баршаңызға. Сізбен біз болып ұрандатып 4 ай дегенде 3 құрбандық, 3 жылқы малының құрбандығын шалдық. Машқұр Жүсіп атамыздың өтінішін, тапсырмасын орындадық. Енді әрі қарай Аллаға тапсырып, Аллаға жалбарып, әрі қарай енді 1 жылдың ішінде, әрі кетсе 2 жылдың ішінде тағдырымызды Алла Тағала шешіп береді. Асықпаймыз, күтеміз. Қолымыздан келген бүкіл амалдарды жасап жатырмыз. Аллаға шүкір, сізбен біз болып, жиналып, жер қымбат екен бізге. Отан бізге қымбат екен. 70 жыл кәпірлер басқарды. 30 жыл ұры қарылар басқарды жерімізді. Енді жерімізді Құдай басқарсын. Құдайдың сүйікті құлы бастық болсын. Біз соны тіледік. Мынау Қытай елі білесіздер, Абылайхан бабаның кезінде Абылайхан бабаның туылатынын сол мыстандары білген ғой. Соны патша мыстандар арқылы болашақты болжап отырған. Мұса пайғамбарымызда да болашақты мыстандар, сиқыршылар болжап білген. Сол Қытайлар да мыстан арқылы болашақты болжап отырады. Сол мыстандар енді қазір мыстандар өте көп. Сол 3-ші құрбандық шалынбасын деп мені әбден жан-жақтан қыспақ қалдым перілер. Итер жіберіп құлатты, тағы бірдеңкелер қылып, денемді қысып тастап ол ауыртты. Мен сонда да қайтпадым, қайсар болдым. Қайтсем де осыны орындап шығамын деп алып шықтық. Рахмет. Барлығыңызға Алла разы болсын. Шаңырағыңыз биік болсын. Іші толы жан, сырты толы мал, бай дәулетті болыңыз, бақ дәулетті болыңыз. Отанымыз аман болса, жеріміз аман болса, қазақ байыған сайын байи түседі. Қалған реттеп аламыз. Өзімізге бұйырсын. Мынау Тоқаев, Назарбаев дегенде халық өте көп шулап жатыр. Бұл президенттер 35 жылдан бері басты қатырып, алдап, арбап, сиқырға бізді байлап, масонға басыны тігіп, кредитке белшемізден батырып, қарызға, сондай сұмдық дүниелерді басымызға төндіріп жатыр. Бүгінгі сұхбатымыз енді жеңіс әлбетте біздікі болады деп үмітіміз зор. Жатсам да тұрсам да уайым қысады, бірақ көңілім бүгін қуаныш ұялады көңіліме, жүрегіме. Қалай дейсіздер ғой? Ақшам намазында ақпарат алдым, өте жақсы ақпарат келді. Бұл да бір кішкене бастамас деп ойлаймын. Бүгінгі күнді сол ақпараттар легіне бағыштасақ, соны оқып берсем. Сонымен ал кеттік. Барлықтарыңызға рахмет айналайындар. Сіздердің арқаларыңызда халқым болмаса, қазақ елі болмаса, ынтымақ бірлікте жұмыс атқарып, Құдайдың жүрегінде Құдай барлар кеше ордаға келіп, біздің үйге ордаға келіп, тілеп, барынша жүгіріп жүріп, қуана ынтымақта бірлікте үлкен жұмыс атқардық. Аз болсақ та, 5-6 адам ғана жұмыс атқарсақ та, өте үлкен, орасан әлемдік дәрежедегі жұмыс атқардық. Құдай қаласа бәрі жақсы болады. Енді бүгін Қарақыпшақ Батыр ата келді, белгісі алып. Қарақыпшақ Батыр ата Астананың төрінде жатқан, Қабанбай Батыр бабаның кесенесі бар ғой, соның төңірегінде жатыр Қарақыпшақ Батыр. Бірақ бас көтерілген жоқ, кесене тұрғызылған жоқ, тас қойылған жоқ. Қарақыпшақ Батыр не айтты? Сөз сәуле болып, ақ қағаз бетіне жазылса, өлең жолдары бір-бірін қуып, өзен көлде сусын берер жан-жаққа. Аралас, қоралас ауылдарда қазақ халқы көбейеді. Қаладан қаша бастайды.
Жер анаға жалғанып, жер емшегін еме бастайды. Көптеген бозбалалар жылқы бағып байи бастайды. Қыз келіншектерде мал сау қасиеті ашылады. Құрқол ешкім болмайды. Жалқау салақтар жойыла бастайды. Тау жағалап қоныс тебушілер көбейеді. Қой көбейеді. Мал бағасы түседі. Малға береке кіреді. Төле би баба бала тілегеннің тілегін қабыл алды. Етегін түргенге бала жоқ. Етегін түрген ол мини юбка киген, шалбар кигендерді етегін түрген дейді. Мысалға, етегін түріп отырды дейді ғой. Әжетханаға етегін түріп отырады деген сөз бар, иә? Солай деп түсініңіздер. Етегін түргенге бала жоқ. Ақыл парасатты, өнерлі, ғылым қуған дана ұл мен қыз туылатын бүлдіршіндер көбейеді. Тәкаппарлық азаяды, қамқоршы көбейеді. Жылқы малы құрбандығымен көп шешім жерге түсті. Енді жан-жаққа тарай бастайды деген бұл бүгінгі ақпарат. Көрдіңіздер қандай тамаша. Бұны естіген мен бірінші болып WhatsApp-та қыран тобыма жариялаймын ғой. Бүкіл ел бұны естіп қуанып кетті. Бұл біріншісі. Құдай қаласа 40 күннің ішінде осы құрбандығымыздың нәтижесі шығуы керек. Әлі де шығып жатыр, Аллаға шүкір. Ата-баба аруағы өте дән риза барлығыңызға. Сосын өтініш сіздерден. Садақа салушылар, кімде-кім түс көрген болса, комментарийлар жазып кетіңіздерші, бақылайық. Алла тағала кімге қандай нығметтер берді, қандай жамандықтарды өміріңізден, тағдырыңыздан алып тастады, және болашағыңызда қандай жақсылықтар берді, немесе қандай түйіндер тұр, соны қалай шешу керек, соны да көрсетеді сізге. Соны ешқандай детальды бүкпесіз жазыңыздаршы. Немесе менің шот нөмірім бар ғой, ең соңғысы 75. Сол нөмірге WhatsApp-қа шығып, маған жеке өзіме WhatsApp-қа жазып қойыңыздар. Түстерім жорылмай қалса, сіздер ренжімеңіздер. Жауап бере алмай қалсам, ренжімеңіздер. Қарып аласыз менің тірлігім. Бір күн, 2 күнде әлбетте жауап болады. Келістік қой. Енді 12-ші күнгі қараша. Ақмүйізді әулие. Жау шаптырып жеткенде, найзамды жауға түйреп келгенмін. Мүмкіндік түсті тағы да, қылышымды сермеймін. Жаудың басын кесемін. Тау жағалап қашқанбыз, соғыстан жеңілмедік. Күш жинап көбейіп, соққыны қайта беруге дайындалдық. Арада сатқын білмедік. Көз қарашығындай аман сақтадық. Әрбір шаршы қара жер аман болсын дедік. Ұрпағымыз құл болып, жойылып кетпесін дедік. Ұрпағымыз құл болып, жойылып кетпесін дедік. Қазірде бар екен отаны үшін жер тартып тұрған жылқыдай кісінескен ұландар. Алладан бұйрық түсті. Таңыңда аян келеді баршаңа. Тарылма, қызғанба, ашыл, қуан, елің үшін еңбек қыл. Ұрпаққа өсиет айтып тура жол көрсет. Ешкім жауған жоқ, бір тамшы қаны болса да, адал қазақта жүректің түбінде жатады. Адалдық қазақта жүректің түбінде жатады. Қайсарлығы жүректің түбінде жатады. Бас-басына би болмас ешкімде. Бақ құсы қонады қазағыма. Ел орданың төрінде қарап бақылап тұрмыз. Көп жауынгер болып, әр өңірде бір батыр жасағымен тұр, ел күзетіп. Мамыражай күн туар басыңа. Деген ақпарат. Ақмүйізді әулие. Білесіздер, Тайтөбе ауылында, Астана төріндегі Қосшы ауылының қасындағы Тайтөбе ауылында
орналасқан Ақмүйіз әулие сол жерде жерленген. Енді әрі қарай Ақберен әулие Қабанбай Батыр бабаның кесенесінің жанында жерленген. Ғұлама, ақ сақалды, ақ киімді, қолында аса таяғы бар ата, ғұлама ата. Ақберен әулие. Азаттық түсіп ақтаңда көп аруақ, қаз құсындай жағалап, өз ұрпағының есігін қаққылап, Құранға мұқтаж болып әуре сарсаңға түсіп жүргені. Ата-баба аруағы қолдап жүреді от жүректі ұрпағын. Топ жарып шыққан пендесін Құдай да жақсы көреді. Басыма келгенде талайлы күтіп алам өзіңді. Сауға салам қуана берерің бар. Жыры жолдасың жоқ деме. Әулелер досың болып тұрғанда көңілің түспесін. Қолдап аламын әр ісіңде. Көпке топырақ шашқандар топырақ үйіндісі астында қалар, деді Ақберен әулие бабамыз. Ақберен бұл ата не үшін олай айтты? Ақберен әулие ата айтты, кімде-кім менің басыма жақсы ниетпен жететін болса, әлбетте қолдап, қорғап, мәртебесін көтерем дейді. Жақсы ниетпен. Одан кейін Абылайхан ата 6 қарашада алынған. Абылайхан ата: қылышым жаудың басын шабумен болды. Салт дәстүр, ымыра бірлік бұзушы таққа талас, қатты жүріп тұрған кезең. Салт дәстүр, ымыра бірлікті бұзушы таққа талас, қатты жүріп тұрған кезең. Қолынан іс келмесе де көздегені нәпсінің қалауы. Байлыққа белшеден батсам деген ниетті ғана болған. Қанша наданның басын алдым. Қасық қаным қалғанға аттың үстінен түспедім. Қай жерде даудамай болса, өзім барып шешуші едім. Халықты алдыма шақырып, әуре сарсаңға салмадым. Барған жерде тексерісті де, сұрақ жауапта нақты жүріп, адалдықпен шешім шығарған кездерім аз болған жоқ. Қазіргі таңда Құдайдан бұйрық түскен жоқ. Адал жандар жоқтың қасы. Адасқан көп. Өз отбасына иелік етпей, билік еткен пенде баласы халыққа адал қызмет етпейді. Өз отбасын жылатқан халқын да жылатады. Сенім жоқ. Біз барлық адамның пиғылын білеміз, көреміз. Қыран тобы күн сияқты сәуле шашып тұрсыңдар. Аруақта да арман бар. Ойлағанымыз тірілердің жағдайы. Біздің іс біткен жоқ. Абылайхан атамыз осылай деді. Ал ары қарай бар мекен тағы да. Баба Түкті Шаштаз ең соңғы 31 қазанда алынған. Баба Түкті Шаштазы баба: қолдап алған шағымда әр кезде дін бұзарлар көп болған. Ақтық жолға түстім деп көсем болғысы келгендер заң бұзарлық жасайды. Қатаң тәртіп керек. Қызың кетті бұзылып, ұлың кетті езіліп. Бас шайқаған әруақ кімге айтқанын істете алмай, үні қалар айдалада қаңғып. Шөліркеп жүрген пенде жоқ. Жазар қалам ұшы жоқ. Тексіздер басқарған ел болмас. Ғылым білімсіз өркениетті ел болмас. Жалғызсыраған әр пенде Құдайға жалынса адаспас. Жүрегі қарайғандар көп. Қайғы қасірет қарайтпас. Өзгеге істеген қылмыс жүректі қарайтады, деген осындай ақпараттар алынды. Айналайын қазағым, әлі де бұдан кейін де әулиелердің үнін шығарып сіздерге жеткізіп отыратын боламын. Құдай қаласа, уақыт болып жатса, жағдай болып жатса. Бүгінгі Қарақыпшақ Батыр бабаның ақпаратын естідіңіздер. Өмір өзгереді, мал
бағасы түседі, мал көбейеді деп жатыр, ауыл өркендеп көркейді деп жатыр. Алдын кеңес өкіметі кезінде ауылдар өте жақсы өркендеген болатын. Агрономия, егіншілік өте тамаша болған. Қазір сол қайта жаңғыратын сияқты. Айналайын қазағым, сізбен біз болып осы жақсылықтарды көктен ауаның өзі түсу үшін сізбен біз болып орасан еңбек еттік. Оңай емес. Сенім арту, сену, амал жасау, Құдайға жалбару, бұлардың барлығы үлкен еңбек. Сіздің жүрегіңіз отан үшін соғып тұр ма? Жеріңіз үшін қиналып тұрсыз ба? Биліктегілер, президенттердің барлығы сенімнен шықты ма? Енді оларды Аллаға тапсырайық. Құрбандығымыз шалдық, бүкіл дұғаларды айттық. Аруақтар диктовать етіп тұрды, мен қағазға жазып алдым да соны оқыдым. Мұнда әрбір сөз өте маңызды екен. Сөз құдіреті деген бар. Керек затыңды Құдайдан сұрап тілеп алдық. Енді қалғаны Құдайдың қолында. Қазақтың жерінде Құдай патшалығы болу керек. Құдай патшалығы орнаған кезде тек қана жеңіс, өркендеу болады. Соны біліңіздер. Құдайдың рұқсатынсыз, Құдайсыз істі істеген оңбайды. Сонымен қазағым, егер Құдайсыз істеген мынау Тоқаев, Назарбаевтар ма, олар қарабет болды. Аллаға құлшылық жасаған, Аллаға жалбарған тірі, ол ешқашан жаман болмайды. Сонымен тыңдағандарыңызға рахмет. Алла разы болсын. Әрқайсыңыздың үйіңізде шырақтар жағылып, құрандар бағышталып, шелпектер пісіріп, жабық киініп, өздерінің келіндер жабынып, кішкентай балдарға үкі тағып қойып, солай аман-есен өсіріңіздер. Қан бұзылмасын. Дәретпен жүріңіздер. Таңертең тұрдыңыз ба? Дәрет алып алыңыз. Бүкіл жеріңізді тазалап, Аллаға сыйынып, жолға шығып, жұмыстарыңызға барып, аман-есен үйге, аман-есен өздеріңізді Құдайға тапсырыңыздар. Көліңізді Құдайға тапсырыңыздар. Үйіңізді Құдайға тапсырыңыз. Бала-шағаны Құдайға тапсырыңыз. Сонда сіздің үйіңізге өрт түспейді, бәле-жала болмайды, машина, көлігіңіз аман-есен болады. Ешқандай аварияға соғысып қалмайсыз, айдалада қалып қоймайсыз, машинаңыз бұзылып қалмайды, үйде жанжал болмайды, бала-шағаңыздың өзін Құдайдың алдынан түскен періштелердің өздері аман-есен сақтайды. Әркім ұрып кетпейді, соғып кетпейді. Өзіңізде аман жүріңіз, күнә жасамаңыз, ешкім қиянат жасамаңыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Өніп өсейік, қазақтар. Күнәні жинастырып тастайық, өніп өсіп, бақытты болыңыздар. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Комментарийді күтіп қаламын. Сау болыңыздар.